Таңғы сағат 7, Жана екеуміз көкжайлауға бет алдық. Қала көрінісі де керемет әдемі. Міне көкжайлауға да жеттік. Өте керемет. Ауасы тап-таза. Көріністі қараңыздар, қандай әдемі. Осындай керемет табиғат аясында бүгін жақсы адамдармен таныстым. Шырынкөл және Шолпанның тауға шығып жүргеніне 3 жылдай болыпты. Біздің келіп тұрғанымыз көкжайлау деп аталады. Мына бесіктің бәрін жаза қойған. Енді мына елкалардың жолда төмен түскен кезде водопад бар. Астыңғы жақта. Оған түсу оңай емес, шығу да оңай емес, крутой. Но при желании можно. Бірақ та қазір ол водопад ағып тұр ма, олдар білмесін еді.